Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Асан Фазылбекұлы. Мен өз каналымда сіздерге химияны оңай әрі түсінікті түрде жеткізетін боламын. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электролиттік диссоциация. Заттардың суда ерігенде толық иондарға ыдырау қабілеті диссоциация, ал ол иондардың қайтадан бірігуі ассоциация деп аталады. Дәл осы заттардың суда еритін иондары электролиттер, ал ерімейтін иондары бейэлектролиттер деп аталады. Ол заттарға қандай заттар жатады? Оларға бізге белгілі негіздер, қышқылдар және тұздар жатады. Дәл осы заттардың суда ергіштік кестесін қолданып, сіздер толық ақпарат ала аласыздар. Мысалы, ас тұзы суда ериді. Ас тұзының формуласы натрий хлор. Суда ергенде натрий катионына және хлор анионына ыдырайды. Оң жаққа қарай бұрылған процесс бұл диссоциация. Ал кері бағыттағы процесс ол ассоциация болады. Яғни бұл жерде натрий хлор суда ергендіктен ол электролит болып табылады. Ал суда ерімейтін тұздар, қышқылдар және негіздер тұнба ретінде белгіленіп бейэлектролит болып саналады. Суда еритін қышқылдардың бірі ол күкірт қышқылы болып табылады. Күкірт қышқылының формуласы H2SO4. Күкірт қышқылының диссоциациясы екі сатыда жүреді. Біріншісі сутек катионына және гидросульфат анионына ыдырайды. Екі сатыда жүру себебі бұл жерде екі сутек атомы бар. Ал екінші сатыда гидросульфат ионы ары қарай диссоциацияланады. Ол кезде сутек катионы және сульфат анионы түзіледі. Яғни диссоциация 1, 2 және 3 сатыда жүреді. Ол қышқыл құрамындағы сутек атомына байланысты, немесе тұз құрамындағы металл катионына байланысты болады. Тұздардың өзара әрекеттесуінен, немесе қышқылдар мен тұздардың, жалпы заттардың бір-бірімен өзара әрекеттесуінен басқа бір заттар пайда болады. Ол заттар, түзілген заттар суда еритін болса, иондарға ыдырап, біз толық және қысқартылған иондық теңдеулерді жаза аламыз. Мысалы, калий сульфаты мен барий хлориді әрекеттесін. Бұдан бізде калий хлориді және барий сульфаты түзіледі. Егер реакция барысында бізде су, газ және тұнба пайда болса, олар соңғы өнім ретінде ерімейтін болғандықтан сол күйінде жазылады. Мына жерде реакцияны теңестіретін болсақ, калий хлоридінің алдына 2-ні қоямыз. Енді ерігіштік кестеге қараймыз. Ерігіштік кестеде калий сульфаты суда ериді, яғни иондарға ыдырайды деген сөз. Толық иондық теңдеуді жазу үшін біз
ол заттың суда еритінін білуіміз қажет. Мұнда калий катионы, мына жерде 2 бар, ол 2 алдына шығып кетеді. Және сульфат анионы. Келесі формулада барий катионы және хлор анионы. Мұнда 2 бар, ол 2 алдына шығады. Калий хлориді бізде суда ериді. Калий катионы мен хлор анионына ыдырайды. Калий хлоридінің алдында 2 бар. Бұл 2 калийге де хлорға да қатысты болғандықтан екінің де алдына 2 санын жазамыз. Ал барий сульфаты ерімейді. Бұл тұнба болады. Демек, барий сульфатын тұнба ретінде осы күйде жазамыз. Әрқарай бірдей иондарда өзара қысқартып жібереміз. Калий катионы мен хлор анионымен қысқарады. Енді қысқарылған иондық теңдеуде сульфат анионы және барий катионы қалды. Бұдан барий сульфатының тұнбасы пайда болады. Бұл тақырып бойынша толығырақ ақпаратты описаниедегі сілтеме арқылы өтіп біле аласыздар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Асан Фазылбекұлы. Келесі сабақта кездескенше.